Армысыздар, құрметті ұстаздар. Ұстаз тілегі сайтына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Рахымбаев Айдын Құмарұлы. Бүгін сіздермен мен курс өтетін болам. Курсымыздың тақырыбы таратуға лайықты педагогикалық идеялар деп аталады. Яғни біз ең жақсы идеялармен сіздермен бөліспекпіз. Енді курсымыздың негізгі мақсаттарымен таныс болайық. Ең алдымен курсымыз негізгі 4 мақсаттан тұрады. Бірінші мақсаты педагогтардың күнделікті өмірінде және кәсіби мамандығында пайдаланатын ең жақсы идеялармен бөлісу. Екінші, педагогтардың жұмыстағы мотивациясын ояту үшін жақсы ғылыми жаңалықтармен бөлісіп, олардың жұмысқа деген мотивациясын ояту. Үшінші, ғылыми жаңалықтармен таныса отырып, сіздердің педагогика және психологиядағы ой өрістеріңіз кеңейді. Осы арқылы сіздер ғылымға деген қызығушылықтарыңыз артады. Міне негізгі курсымыздың осы мақсаттарын ұстана отырып, бүгін бірінші сабағымызды бастағалы отырмыз. Таратуға лайықты педагогикалық идеялар курсымыздың бүгінгі бірінші сабағының тақырыбы мұғалім неге өзгеруі керек? Әрине, бұл өте өзекті сұрақ. Мұғалім неге өзгеруі керек деген сұраққа көп адам әртүрлі жауап береді. Бірақ бүгінгі курсымызда нақты осы проблемаларға тоқталып, сіздердің ой өрістеріңізді басқа бағытқа бұруға тырысамыз. Яғни, педагогтар неге өзгеру керек деген кезде, біз ең алдымен мына мақсатты қойып отырмыз. Негізден 3 мақсат. Біріншісі, педагогтар неге өзгеру керек деген нақты проблемаға жауап беретін боламыз. Екінші, осы жайындағы, адамның өзгерісі жайындағы ғұламалардың сөздеріне, цитаталарына, яғни нақты тұжырымдамаларына тоқталамыз. Ал үшіншісі, біз осы өзгеріске бару үшін қандай қадамдар жасау керек, алғашқы қадамдар қандай болады деген сұраққа жауап беру арқылы біз негізгі мақсатымызға жететін боламыз. Ал енді тақырыбымызды бастамас бұрын кішігірім видеоны көріп жіберсек. Меня зовут Владимир Герасичев. 20 лет я помогаю разным людям воплощать мечты в жизнь. Думаешь, ты не сможешь? Я покажу несколько простых приемов, с помощью которых ты начнешь делать шаги навстречу своей цели. Научишься воплощать в жизнь то, что для тебя важно. Так может каждый. Ты убедишься в этом, увидев героев этого фильма. У тебя есть реальная возможность начать исполнять свои желания. Воспользуешься ты ей или нет, тебе решать. А теперь представь, ты сидишь у телевизора. Нет, не сидишь, ты лежишь. Потому что сесть ты не можешь. У тебя нет ни рук, ни ног. И это не страшный сон, это реальность. Руки и ноги у тебя никогда не появятся. И ты это прекрасно знаешь. Ты захотел есть, ты не можешь ничего приготовить. Заказать еду по телефону, чем ты будешь держать трубку и нажимать на кнопки. Даже выпить стакан воды для тебя проблема. Что ты будешь делать в таких обстоятельствах? Думать о счастье? Нет. Ты будешь злиться на весь мир и всех обвинять. Я могу точно сказать, что это случилось в возрасте примерно 5-6 лет. Надо мной стали насмехаться, задирать, обижать. Понимаете, почему это случилось со мной? Кого винить? Врачей нет. Родителей нет. Винить Бога? Я так и делал, да, я даже обвинял Бога. А ответов не было. И мне было очень одиноко. В возрасте 10 лет я попытался совершить самоубийство. Я представил своих родителей и брата, рыдающих над моей могилой. И только эта мысль и спасла меня. Я не хочу, чтобы они жили с этой болью. Поэтому я решил остаться. Вот это моя нога. И если бы у меня ее не было, я бы был совсем обездвижен. Для меня это очень много. Для меня это и руки, и ноги в одном. Для вас это все. Вы называете ее куриным крылышком. Куриной ляжкой. Я использую юмор для тех, кто видит меня впервые, чтобы сломать лед.
Понимаете, я обожаю делать то, что могут делать все остальные. Я многое умею делать с помощью ноги. Сейчас я могу печатать полных 3 слова в минуту с ее помощью. Я хожу, гуляю, ловлю рыбу, купаюсь. В 13 лет я однажды рыбачил и поймал столько рыбы, что ночью не мог заснуть. Это было круто. Еще я был счастлив, когда в начальной школе меня выбрали президентом школы. В тот момент я гордился. Я чувствовал, что могу что-то сделать в жизни. Мне по силам не сдаться. Ник Вуйчич закончил и школу, и университет. Сейчас он известен во всем мире. Он колесит с тренингами по странам и континентам, участвует в телешоу и даже пишет книги. Но, согласитесь, далеко не все люди с руками и ногами столь востребованы и успешны. Dame и господи, Ник Вуйчич! Ал енді міне жаңағы видеодан көргендегіңіздей Ник Вуйчичтің қол аяғы жоқ болса да көптеген мүмкіндіктерге жеткен екен. Ал біздің мүмкіндігіміз одан да көп. Сондықтан біз өз мүмкіндігімізді пайдаланып өзгеріске ұмтылу керекпіз. Ал енді осы жайында, яғни өзгеріс жайында қазақ философтары бұл жайында өзгеріс жайында не дейді екен? Ең бірінші Шәкәрім Құдайбердіұлымыз біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз бойыңды тазала, өз ойыңды мазала, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Ал Абай Құнанбаев атамыз бойдағы мінді санасам, тау тасынан кем емес, жүрегіме қарасам, ине дейін таза емес, алып аршып тастайтын апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, Құдайдың салған наз емес деп, екеуі де өзінен көреді. Яғни біз даму үшін өзімізге бағыт беру керекпіз. Ал Сұлтанмахмұт Торайғыров жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзімнен деп тағы да өзіне бағыттайды. Қазақта мынандай жақсы сөз бар: жаман жамандығын өзгеден көреді, жақсы жамандығын өзінен көреді деген. Яғни бұл философиялық көзқарастың барлығы бір арнаға тоғысады. Адам әр қашанда өзгеру үшін ең бірінші өзінен бастау керек. Кемшіліктерді өзгеден емес, өзінен көру керек. Ал енді мынаны қараңызшы. Кезінде Абай Құнанбаев атамыз көршілес ауылдағы болыс бастығы қайтыс болғанда оның жаназасына барған екен. Сол кездегі жиылған дүйім жұрт оған Абекең келді деп сол кісіге көңіл айтуға сөз берген екен. Сонда Абай Құнанбаев атамыз былай деген екен: бұл кісі өзі болыс болды, болыс болғанды қойып өз-өзін басқарған керемет адам болды деп. Сонда оны тыңдап тұрған туысқандары: о Абеке, бұл кісі өзін-өзі басқарған емес, тіпті болысты басқарған адам, сіз не деп тұрсыз дегенде: қарақтарым, болысты әркім басқарады, бірақ өз-өзін басқаратын адам ол нағыз ер адам, нағыз өз-өзін басқаратын адам, нағыз өзгеретін адам деп айтқан екен. Сондықтан біз әрқашанда өз-өзімізді өзгені емес, өзімізді өзгертуге, өзімізді түзеуге күш қайратымызды жұмсау керек деп ойлаймын. Ал енді мына Google компаниясының соңғы деректері бойынша күніне 200 мыңға жуық мен өзгергім келеді деген пернеге жазуды тереді екен. Яғни өзгергісі келетін адамдардың саны өте көп екен. Міне, яғни әр адам өзгеріп, өмірін өзгерткісі келеді. Сонымен қатар бұл жерде тақырыпта біз өзгеріс жайында айтқаннан кейін өзгерістің жаман жағы емес, жақсы жағын айтып отырғанымызды естеріңізге саламын. Енді тағы бір сұрақ қойылайық. Біз әрқашанда сапалы дүниелерді сатып алғанымызды жақсы көреміз. Бірақ өзіміздің сапалы болуға жұмыс жасамаймыз. Біз қымбат дүниені алғымыз келеді, бірақ өзіміздің бағамыздың қымбат болуына жұмыс жасамаймыз. Сондықтан өзгеріс өзіміздің сапамызды көтеру үшін де қажет. Ал енді сапалы өмір сүрудің негізгі мынандай сатылары бар екен. Ең бірінші адам өзгеріске ұшырау керек. Екіншіден, өзгеріске ұшыраған адам өзінің кері әдеттерінен құтылатын болады. Кері әдеттерден құтылған адам ғана даму сатысына көтеріледі. Даму сатысына көтерілген адам ғана сапалы өмірге қадам алады екен. Яғни біздің сапалы өмір біздің негізгі мақсатымыз десек, алдыңғы баспалдақтары осының құралы болып отыр. Сондықтан өзгеріс ол бізге де, сіздерге де өте қажет. Сіздерге тапсырма. Мына видеоны паузаға қойып, тоқтата тұрып, мына сұраққа жауап беріп көріңізші. Мұғалім жалпы неге өзгеру керек? Бір-екі сөйлеммен ғана жауап беріп көріңіз. Жақсы,
Сіздер бұл сұраққа керемет жауап берді деген ойдамыз. Енді мұғалім неге өзгеру керек дегеннің ғылыми жауабын айтып көрейік. Негізі әлем өзгеріп жатыр. Ол әлемнің талабы. Сондықтан ең бірінші біз кез келген мамандықта өзгеріс сияқты бізде өзгеру керекпіз. Екінші, біз өзімізді өзгерту үшін және оқушыны өзгерту үшін өзгеру керекпіз. Ал үшінші, бұл біз даму үшін өзгеру керекпіз. Міне осы үш өзгеріс біздің даму сатысына әкеледі. Енді Уинстон Черчиллдің бір жақсы керемет сөзін айтайын. Өзгеріс жайында. Уинстон Черчилл кезінде айтқан екен: мен мамандықтың ішіндегінің барлығының мұғалім мамандығына таңғаламын. Себебі мұғалімдердің қолында бүкіл күш бар. Қандай күш? Олар оқушыларды тәрбиелеу арқылы қоғамды тәрбиелеп жатыр. Яғни қоғамды өзгертетін күш бұл ұстаздар деп айтқан екен. Ал енді осы сөзіме тиек болатындай келесі қысқа ғана 1 минуттық видеоға назар аударыңыз. Және содан не түсінгендеріңізді өзіңіз паузаны тоқтатып, ойланып көріңіз. Мен жауабын айта жатармын. Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блохи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Бұл экспериментте не түсіндіңіздер? Қарап отырсаңыздар, мына банкының ішіндегі бүргелердің дәрежесі қандай, сол өзгеріссіз қалады екен. Бұдан түсінетініміз, мұғалімдер ойлау деңгейлері, өздерінің деңгейлері қандай болса, оқушы да сол деңгейде қалып қояды. Сондықтан біз ең бірінші оқушы өзгеру үшін біз өзгеру керекпіз. Ал енді қоғамды өзгертетін мұғалімдер. Мысалға, мынандай бір сөз бар: қоғамның барлық қателіктері бұл педагогикада кеткен қателіктер дейді. Яғни қоғамда болып жатқан көптеген қателіктер педагогикамызды түзетуге бізге мұрындық болады. Ал енді өзгеріс адам өмірінде қай уақытта болады? Психологтардың айтуы бойынша адам өміріндегі өзгеріс комфорт аймағынан шыққан кезде ғана. Яғни зоны комфорты дейді. Мысалы айталық, сіз күнде спортпен айналысқыңыз келеді. Таңертең жүгіргіңіз келеді. Ал таңертең жүгіру үшін ерте тұруыңызға келеді. Осы комфорт аймағынан шыққан кезде ғана сіз өзгеріске ұшырайсыз. Енді өзгерісті неден бастаған жөн? Қоғамда көп таралып кеткен аффирмация деген дүние бар, түсінік бар. Бұл аффирмацияның негізі мынада: адам ең алдымен ойын өзгерту керек. Сонда барып іс-әрекет өзгереді, іс-әрекет өзгергенде өмір өзгереді деп түсінеді. Ал ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл барлық адамдарға әсер ете бермейді екен. Яғни 50% адамға әсер етеді, 50%-ға әсер етпейді. Бұнда адамдар не істейді? Бұған да ғалымдар жауабын тапқан екен. Соңғы зерттеу бойынша нейрохакинг деген теория ашылды. Бұл бойынша ең бірінші адам іс-әрекетін өзгертіп, кейін жақсы ойға келеді екен. Яғни ойын өзгерту үшін іс-әрекет. Бұған бір мысал келтірейін. Кезінде Джордж Вашингтон ең алғашқы рет өзінің тағына отырған кезде өзінің қарсыласы, яғни оппоненті болған екен. Ол түрлі жаман сөздер айтып, оның тақта отырмағанын қаламаған екен. Сол кезде оның тілін табу үшін оның қарсыласының жақсы бір кітабын сұраған екен. Сөйтіп, ол кісі кітабын сұрағанына таң қалып, кітабын дереу салып Вашингтонға жібереді. Сол кезде олардың арасында достық деген қарым-қатынас болады. Яғни бұл жерде ең бірінші ойлау емес, іс-әрекет жүріп отыр. Міне осы іс-әрекет арқылы екеуі жақындасып, тіпті достасып кеткен екен. Міне нейрохакингтің негізгі өзгерісі осында. Біз өзгеруіміз үшін кей кезде ойымызды өзгерту керекпіз, кей кезде бірінші іс-әрекет. Алғашқы қадамдары. Ең бірінші адам өзгеру үшін мына қадамдарды басшылыққа алу керек. Ең бірінші адам санасын тазарту керек. Санасын тазарту үшін адам бүкіл өткен өміріндегі өкпе реніштерді кешіре білу керек. Екіншіден, адам өзінің жақсы және жаман жақтарын тізіп жазып шығу керек.
Үшінші қадам осы жаман жақтармен күресуге тырысу керек, яғни кезең бойынша. Міне осы 3 қадам негізгі қадамдары болып табылады. Бұл өзгеріске алып келеді. Енді өзгерістің жалпы шегі бар ма? Қай деңгейге дейін біз өзгеру керекпіз? Міне осы сұрақ бізді мазалауы мүмкін. Енді Абай атамыздың толық адам образына көз жүгіртейік. Бұл жерде Абай толық адам деп қалыптасқан, бітіскен, әбден толыққан, ой санасы жетілген, рухани дамыған адамды айтып отыр. Ал енді осы толық адам негізгі 3 критерийға жауап беру керек екен. Біріншісі ғылым, екіншісі рахым, үшіншісі әділет. Міне осы үшеуі болғанда адам толық адам, яғни біздің өзгеруіміздегі негізгі деңгей болып есептеледі. Ал енді Япониядағы кайдзен методикасы не дейді? Кайдзен, яғни үздіксіз даму деген мағынаны береді. Бұл жерде адамның қандай да бір өзгерістің тоқтау деңгейі жоқ деп есептеледі. Яғни адам өмір бойы оқиды, жетіледі, өзгереді деп есептеледі. Қай тәсілді алсақ та біз өзгеруге қадам басу керекпіз. Сондықтан өзгеріс біздің өміріміздегі ең басты мақсат болып тұру керек. Енді сабағымызды қорытындылайтын кезеңге де жеттік. Қазақта мынандай бір жақсы сөз бар. Қазанда не бар, шөмішке соны ілесің дейді. Қазан дегеніміз ұстаз, шөміш дегеніміз оқушы. Біздің қазанда не бар, яғни біліміміз, деңгейіміз қандай, оқушы соны алып шығады. Екінші, Құранның Әл-Анфал сүресінің 8-ші сүресінің 52-ші аятында былай делінген. Сендер өздеріңді өзгертпесеңдер, тіпті мен де өзгерте алмаймын дейді Алла тағала. Ал енді сөзімнің соңын Мария Монтессоридің мына керемет бір сөзімен аяқтаған келіп отыр. Мұғалім ең алдымен оқушыны емес, өзін өзгертуі керек. Мұғалім өзі өзгергенде ғана оқушы өзгереді дейді. Осымен бүгінгі сабағымыз, яғни мұғалім неге өзгеру керек деген тақырыптағы сабағымыз тәмам болды. Сіздермен болған Рахымбаев Айдын Құмарұлы, тарихшы және дінтану магистрі. Сау, саламатта болыңыздар.